Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Осы орайда нөмірі 174 мектеп гимназиясында мектеп газеті жарық көргенін қуанышпен хабарлаймыз. Бұл бастамаға қалай келдік? Дәл осы медиа студияда мектеп газетін шығару туралы ой келді. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 2 ай бұрын мектебіміздің медиа студиясы салтанатты түрде есігін ашқан болатын. Ұрпақ үні газеті мектеп өмірінің ажырамас бөлігі. Осы орайда газет бетінде оқушылардың шығармашылық жұмыстары мен ұстаздардың мақалалары жарияланғанын атап өткіміз келеді. Оқушылардың қарқыны жақсы дейді газеттің бас редакторы Жеткеншек Меңдіғалиұлы. Ең алдымен мына газет шығару деген оңай дүние емес. Жалпы газеттен бұрын кез келген нәрсені алып істеп көру, бастап кету өте қиын шаруа. Газет мына осындай Әбдірахман, Мейірлі, Алуа сияқты осындай талапты да талантты балалар, көптің ішінен дараланып шыққан дарынды балалардың арқасында біз осындай жолды бастап кеттік. Сондықтан да бұл газет шығару оңай емес. Бұрын мен де баспа бетін көрген адаммын. Ең алғаш мақала жазу балалардың қарқыны жақсы, бірақ енді істері қалыптаспай жатыр. Енді ғана қолтаңбалар қалыптасып келе жатыр. Мектептің парламентінің үздіктеріне, соның ішінде шығармашылық жолда жүрген балаларға өте көп рахмет айтам. Өздеріңді дамыта беріңдер дегім келеді. Міне осындай қиыншылықтар бар. Газетіміз әлі мектептің емес, тіпті ауданның бет бейнесі болып, аудан емес, одан кейінгі жылдары алға қарай үздіксіз жұмыс істеле берсе, тіпті қаладағы үздік газеттің бірі болатынына мен сенемін. Газетке мақаланы қалай жібереміз? Толық ақпарат біздің газетіміздің ұрпақ үні парақшасында берілген. Егер сенде жақсы идеялар болса, біздің газетке қосылып біз әр оқушының пікірін бағалаймыз. Қандай тамаша, осы орайда біздің оқушыларымыздың керемет, білімді, өнерлі жас ұрпақ екеніне көз жеткізіп отырмыз. Өйткені алғашқы санның өзінде бірнеше мақалалар берілген, оның барлығы сауатты, сапалы жазылған, яғни оқушыларымыздың бойында бір керемет ұшқын бар дегіміз келеді. Мен бұл сөзбен толықтай келісемін. Мына бетте жалпы біздің газетімізде біздің мектебіміздің мақтаныштарынан басқа да өте талантты оқушылар және де мектеп мұғалімдеріміз жазған және де оқушыларымыздың салған суреттерлері, қылқалам шеберлері берілген. Мектеп баспасөзі қарқынды түрде дамуды талап етеді. Ендеше ұрпақ үні газетіне сәттілік тілейміз. Әбдірахман Қайрат, Алуа Тұрлыбек, Ньюс 174.